Осы видеоны қорықпай аяғына дейін көре аласың ба? Бұл оқиға өткен жылы біздің қалада болған. Алғашында анам жай ғана ауырып қалды. Белгісіз бір дертке шалдықты. Күні бойы төсекте жататын. Не ұйықтайтын, не төбеге қарап үнсіз жататын. Мен анамды қатты жақсы көремін. Оның ауырғанын қаламайтынмын. Бір күні ол төсектен тұрды. Бірақ бір нәрсе өзгеріп кеткен еді. Ол менімен сөйлесуді қойды. Тамақ дайындауды да қойды. Үйдегі барлық терезелерді қалың перделермен жауып тастады. Содан бері үйдің ішінде үнемі қара көлеңке орнады. Том атты мысығым да жоғалып кетті. Оны 5 күннен бері көрмедім. Кейде анам кешке үйден кетіп қалатын. Тек таң ата оралатын. Сосын күні бойы ұйықтайтын. Ол түнде бөлмеме жиі кіретін. Және арқамның артында үнсіз тұратын. Маған өте қорқынышты болатын. Бірақ ол маған тиіспейтін. Ал мен қорыққанымнан қозғалуға да батпайтынмын. Осылай шамамен 1 ай өтті. Ол түнде жоғалып кететін. Ал күндіз өзін бөлмесіне қамап алатын. Мені ішке кіргізбейтін. Мен оны мүлде көрмейтін болдым. Бір күні түнде оның бөлмесіне кіріп көруге шешім қабылдадым. Ол үйде жоқ еді. Бөлмеге кірген бойда жағымсыз иіс мүңкіді. Бірақ дәл сол сәтте анамның қайтып келгенін естідім. Қашып үлгермедім. Сондықтан шкафтың ішіне тығылып қалдым. Үй ішінде ауыр қадамдардың дыбысы естілді. Баяу, сүйретіліп келе жатқандай. Сосын бөлмеге анам кірді. Жоқ, бұл бұрынғы анам емес еді. Оған ұқсайтын әлде бір мақұлық болатын. Ол әзер қозғалып, төсегіне қарай жетті. Лиза, мен сенің мұнда екеніңді білемін. Есіңді сезіп тұрмын. Маған су әкелші жаным. Содан бері 2 апта өтті. Мен мектепке бармадым. Бір күні есік қағылды. Лиза, есікті ашшы. Қызыңыз 13 күннен бері мектепке келмеді. Бұл мұғалімнің дауысы еді. Бірақ мен үндемедім. Сосын тағы бір дауыс шықты. Бұл жерден бір түрлі иіс шығып тұр. Мен қорқып кеттім. Сол кезде анам қозғалысын тоқтатты. Мүлде қимылсыз қалды. Оның керісі қатайып бара жатқандай еді. Тас секілді. Тек беті ғана жұмсақ болып қалған. Сол арқылы оның әлі тірі екенін аңғаруға болатын. Мен оны тастап кете алмадым. Бұл не сұмдық? Бұл адамға ұқсамайды ғой. Денесі кеуіп қалған. Бірдеңе оны ішінен жарып шыққан сияқты. Полиция шақырыңдар. Содан кейін бәрі өзгерді. Кейін мен жаңа анаммен достастым. Мен жаңа анамды қатты жақсы көремін. Өте қатты жақсы көремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кет.